Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Ақнияз бүгінгі өміріне аса разы. Бәрі де сәтімен жүріп келеді. Үлкен қалада күйлі қуатты тіршілік кешіп жатқан жайы бар. Жайлы тұрмыс, жақсы қызмет дегендей. Әйелі де дұрыс жан болып кездесті. Бүгінде үйлі баранды. Ұл қыздары өсіп, алды жеке жанұя болып үлгерді. Тіпті немерелері де бар. Бір ұлы жанұясымен Америкада тұрып жатыр. Үлкен қызы Жапонияда оқып, сонда жүріп түрік жігітімен танысып, соған тұрмысқа шыққан. Міне, 7-8 жыл болып қалды. Стамбулда тұрады. Ақнияз келіншегі Ділбара екеуі соңғы жылдары жыл сайынғы кезекті демалыстарын Түркияда өткізетін болып жүр. Иә, бәрі ойдағыдай. Тек оқта-текте белгісіз бір нәрсе мазалайды. Не екенін өзі де білмейді. Әлденеге алаңдайды. Кейде тіпті кәдімгідей қатты құлазитыны бар. Әлде бір таңғы елес торуылдайды. Мұндайда кейде жанын қоярға жер таппай елексейді. Сол таңғы елес кейде күнімен жанынан қалмай, санасынан өшпей жүріп алады. Мұндайда тоңазытқышта тұрған қымбат коньяктан бірер рюмка тартып жіберіп барып қана құтылады. Бүйте ішкіш болып кетпесем жарады деп те ойлап қоятыны бар. Осындай күндердің бірінде телефон қоңырауы шырыл ете түсті. Баяғы заманда бірге оқыған кластас досы бар еді. Сол соғып тұр екен. Бала күннен аса жақын дос болмаса да, құлынтайдай тебісіп бірге өскен ол жігітпен 35 жылдан бері сөйлесіп тұрғаны осы бүгін. Үш ұйықтаса, ол телефон шалады деген ой түсіне кірмепті. Ассалаумағалейкум, Ақнияз деді. Телефонның ар жағындағы қоңыр дауыс. Мені ұмытқан шығарсың. Дамыл деген сыныптасың есіңде ме? Неге есінде болмасын? Арада сандаған жылдар өткенімен осы бір сұңғақ бойлы, ойлы жанарында ылғи да тұңғиық бір сыр тұнып тұратын ақылды баланы оқта-текте өзі де есіне алушы еді. Әлде біреуге деген балалық бір бауырмалдығың уақыт бедерімен ұмытылмай, өзіңмен бірге жасасатын адамдарың болады ғой. Бұл да сол сияқты. Дамылды әскерден кейін Ресейдің ішкі қалаларының бірінде қызметте қалыпты деп еститін. Кейін милицияның оқуын тауысыпты дейтін. Одан басқадай хабар жоқ енді. Енді бүгін сол Дамылдың өзі телефон шалып тұр. Баяғы бозбала кезіндегі қою тембірлі қоңыр дауысы өзгермепті. Екі жігіт хал жағдай сұрасып біткен соң, Дамыл: «Досым, сенімен кездесетін өте бір шұғыл жағдай болып тұр» деді. Ақнияз аздап тереңдей сұрамақ еді, оған Дамыл көнбеді. Тек көзбе-көз жүздесуіміз керек деп қысқа қайырды. Екі сыныптас дос қаланың арал жағындағы көне мейрамханалардың бірінде кездесті. Дамылдың бет бейнесі өзгермепті. Бәз баяғы ойлы жанар, сабырлы мінез. Тек сұңғақ бойы толысыпты да, бұл оның ажар бітіміне тіпті қосымша әр беріп тұрғандай екен. Қал жағдай сұрасылды. Дамыл жасы 50-ге таяса да, ішкі істер саласынан әлі доғарысқа шыға алмай жүр екен. Үлкен бастықтары босатпай келеді дейді. Қызметі өскен. Білдей бір облыстың басқарма басшыларының бірі екен. Бірақ ескі достар балалық шақтың әңгімесіне терең бойлай қоймады. Дамыл уақыт жоғалтпай іске төтесінен көшті. Ақнияз, осы сендер біздің ауылдың күнгейдегі теріс аққанда көп жыл қыстадыңдар, я деді. Дамыл әңгімені әріден бастап. Иә, ол қай заман? 40 жыл уақыт өтті ғой одан бері.
Сен оны неге еске? Деді Ақнияз. Әңгіме желісімен сөз ауанына аса мән бермей. Көршілес Қуаң деген жерді бұдан біраз жылдар бұрын Қытайдан келген оралман ағайындар меншіктеп алғанын естіген шығарсың. Бұлар өзі бейнетті қуалап жүріп ерттеп мінетін жаны жоқ тынымсыз адамдар екен ғой. Малды көбейтіп, енді баяғыдан ен жатқан теріс аққанды да еншілеп алыпты. Онда ескі қораның орнын сыпырып тастап, жаңадан ұзыннан ұзақ үлкен қора салып тастапты. Қазір бір оралманның өзі ғана 500 бас ірі қара, 600-700 бас жылқы өсіріп отыр деседі. Я, шет жағасын еміс-еміс естігенмін. Сен бәрін егжей-тегжейлі қазбалап айтып отырғаныңа қарағанда, ел жақтың жағдайын 5 саусағыңдай білетін сияқтысың ғой. Шынын айтқанда, мектептен кеткеннен қайтып ауылға бармаппын ғой. Ақнияздың ойына марқұм анасы оралды. Шешесін бала кезінен тәте деуші еді. Шешесі көзі тірісінде балам-ау, ел жаққа бір барып қайтсақ қайтеді деп анда-санда қыңқылдап қоюшы еді. Мұндайда ол бұл жақта қайсы бір қимасымыз қалып еді. Сіңбіретін уақыт жоқ тәте-ау. Сен те қайдағыны айтады екенсің деп анасын тыйып тастаушы еді. Марқұм ондайда көзі жасаурап, меселі қайтқандай болып, біртүрлі бүгежектеп теріс айналып кететін. Ақнияздың бет-жүзіне зер сала қараған дамыл шылымының тұтқылын күл сауытқа мұшқылап өшіре беріп, сол оралмандар қорасын кеңейтіп құрылыс жүргізіп жатып, жотаның етегінен адамның мәйітін тауып алыпты дей бергенде, алаңсыз шай ұрттап отырған Ақнияз селк ете түсіп, ыстық шайға қақалып қала жаздады. Бұл мезет тіс қаққан дамылдың назарынан тыс қалмады. Есін жиып ала қойған Ақнияздың сөйтсе де не дейді деген ащы даусы саңқ етіп шықты. Онысына өзі қысылып та қалғандай болды. Ең бастысы, мәйіт тым алыс жылдардікі емес. Тіпті киімінің жұрнақтары, белбеуінің қайысы мен бұзаубас айыл темірі жап-жақсы сақталған. Және де сарапшылар белбеудің 70-ші жылдары Алматы фабрикасынан шыққанын айтып отыр. Біздің ауданның ішкі істер бөлімін қазір өзіміздің Адырбай ақсақалдың кенже ұлы Ділдәбек басқарады. Мен оған әзірге ешқандай дабыра жасамаңдар деп қатты тапсырдым деді Дамыл, түк болмағандай сабырлы қалпын сақтап. Арада бірер минут үнсіздік орнады. Орнынан тұрып терезе жаққа барып, кері оралған Дамыл сыныптасының жүзіне барлай қарап тұрып, не айтасың досым деді. Ақнияздың онсыз да сұрғылт бетінен қан қашып, аппақ қудай болып кетіпті. Қолының дірілін баса алмай, берші темекіңнен деп Дамылға қарай қолын соза берді. Ақниязды уақыт керуені кері алып кетті. Ол жылдары бұлардың үйі Бөкенбай ауылынан 8-9 шақырым жердегі теріс аққанды қыстаушы еді. Әкесі Жанұзақ бойдақ мал бағады. Шешесі Мүнира көмекшілікте. Жасырып жабар несі бар. Әкесі ащы суға тым құмар болды. Бұндай әбес қылығы бүкіл ауылға мәлім еді. Онысын қойшы. Ішіп алғанда кісі танымай кететін төбелескіштігі, жоқ жерден жанжал шығаратыны қиынды. Былайғы жұрт қаны сұйық деп әсіресе ішкен кезінде маңына жумай қашық жүруге тырысатын. Ішкен күні шешесінің соры, әй-шайға келмей таяқ ала жүгіреді. Мүнираны аямай талай тепкінің астына алады. Пышақ ала жүгірген күндер де аз емес. Анасы бір ұлдан басқа бала көтермеді. Бала неге таппайсың деп қуалап, қамшының астына алатын. Ақнияз ол кезде 3-4 оқып жүрген кішкентай бала. Бұны сабамаса да шешесінің қан жоса болып талып жатқанын көргенде ебіл-себіл жылап далаға безіп кететін. Айуан әкеге қылатын қауқары жоқ қой ол кезде. Шешесі қатты таяққа жығылғанда 2-3 төсек тартып жатып қалады.
Бейшараның соңынан іздеп келетін жақын туыс жамағайын жоқтың қасиеті. Жанұзақ ертеңінде мастығынан айыққанда әйелі мен баласының бетіне қарауға беті жоқ, үн-түнсіз атына мініп қой соңынан кетеді. Әкесінің мастықтан аттан құлап талай рет далада қалып қалған кездері аз емес еді. Мұндайда Мүнира енді ғана оң солын танып, ес жия бастаған баласын жуас атқа мінгізіп, әкеңді тауып әпкел деп іздеуге жіберетін. Көрген қорлығына қарамай күйеуін аяйтын. Бейшара өзі жетім өскен жігіт, күйіктен ішеді ғой деп, өзін өзі жұбатып, оған жан ашитын. Ақнияз жадында өшпестей болып жазылып қалған сол жылғы күзгі уақиғаны ойласа, жанын қоярға жер таппай қиналады. Әсіресе таңға жуық шат ұйқыдан оянып кетіп, төсегінде дөңбекшіп жатып алады. Бала кезден қалған бір елестер ізінен қалмай қуалайды. Бұл сол елестен құтылғысы келіп, жаны ұшыра қашады, бірақ елес соңынан қалмайды. Әкесінің ішіп алғандағы үйреншікті боқтығын тыңдап жатып, ұйықтап кетіпті. Түннің бір мезгілінде жұлқылап оятқан қатқыл қолдан оянып кетті. Шашы қобырай жайылып, беті қан-қан, еңіреп жылап тұрған шешесін көріп, зәресі зәр түбіне кетіп қатты шошынды. «Тұршы, балам, тұршы!» Ақнияз орнынан қалай қарғып тұрғанын білмей қалды. «Не болды, тәте?» Шешесінің «Жүрші, мына жақта әкең» деуге ғана тілі келді. Шала пұла киініп, шешесінің ізімен сыртқы ауыз бөлмеге өтті. Бөлменің іші астан-кестең. Ақнияз осы бейберекеттің арасынан іргеде сұлап жатқан әкесін енді ғана байқады. Қалш-қалш етіп тұрған анасы «Балам, мен осы әкеңді өлтіріп алдым. Білем», деді даусы, тарғылдана шығып. Жас бала болып жатқан оқиғаны әлі саралап үлгерген жоқ. Баланың жан дүниесі оны қабылдайтындай қауқарлы еместі. Бір кезде барып, санасына жеткен нәрсе әкесінің өліп қалғаны болды. Сасқанынан «Тәте, кім оны?» дей берді. Қас пен көздің арасында деуге боларлық мезетте орын алған суыт оқиғадан әлі де есін жия алмай тұрған анасы мен емеспін деп екі бетін басып тұрған орында жерге отыра кетті. Әлден уақытта бар күшін жинап, ол өзі кінәлі деді, қыстыға жылап. Қатты өкіріп ойбайға басайын десе, жеткіншек баланы қорқытып алармын деп сақтанғанда болар. Бала санасында мүмкін ол тірі шығар, шешесі қорыққаннан өліп қалды деп тұрған болар, бәлкім ұйықтап жатқан болуы деген ой жылт етті. Баспалап әкесіне жақындады. Әкесінің көзі шарадай болып, жансыз қалыпта аспанға қарап қалыпты. Көйлегі кеудесіне қарай сырылып жатыр. Жүрек тұсында ұйып қалған қан қараяды. Ақнияздың артынан өлі денеге Мүнира да таяп келді. Алғашқы үрейі аздап сейілейін дегендей. Шешесі болған жайды әр сөздің басын бір шалып әзер-мәзер дегенде түсіндірді. Жанұзақ бұны тағы да қолына пышақ ұстап қуалаған. Ол пышақтың өзіне қалай көшкенін білмейді. Бәлкім Жанұзақтың өзі шалынып барып пышаққа түсуі де мүмкін. Жүрекке сілтей соғатын күш мұнда қайдан болсын. Ашудан сілтеуі де мүмкін. Енді бір есін жиса, күйеуі шалқалай барып құлап барады екен. Қорыққаннан далаға қашып шығып, айнал соқтап біраз жүріп, бәрі тынышталып қалған соң, ішке кірсе, Жанұзақтың жансыз денесі суып барады екен. Тамырын ұстаса, соғуын тоқтатыпты. Тек көзі ғана шарасынан шығардай болып, шеңбірек атуға даяр тұр. Қорықса да, иманын үйіріп барып, оң қолымен екі көзін жауыпты. Міне, болған жай осы. Аналы балалы екі бейбақ сүт пісірім мезгіл үнсіз тұрып қалысты. Әркім өз ойымен әуре. Жас балада не ой болсын. Қорқынышы сейілмей бойындағы дірілін басалар емес. Ал Мүнираның көз алдына не бір сұмдық көріністер келіп,
кино лентасындай бір-біріне ілесе лектесе өтіп жатыр. Таң атып, күн шығысымен мына сұмдық уақиғаны ауыл естиді. Одан болған жайды милицияға хабарлайды. Сөз жоқ, күйеуін өлтірді деп Мүнираны қамайды. Одан арғысы белгілі, абақты. Осының бәрін қас пен көздің арасында санасынан өткізіп үлгерген Мүнира ең алдымен жалғыз ұлдың жайын, алдағы тағдырын ойлады. Бір мезетте осы бір ауыр ойлардың азапты салмағын кері серпіп, бір шешімге келген сыңаймен ұлына ересек адаммен ақылдасқандай қатқылдау үн қатты. Балам, болар іс болды. Енді екеуміз белді бекем буып, тез арада бір шешімге келмесек болмайды. Ағнияз шешесінің даусынан қорқыныш емес, әлде қандай бір үмітсіздік торлаған торығуды байқады. Түрі кісі шошырлықтай әлем тапырақ болып кеткен анасын бұрын соңды өзі бастан кешірмеген аянышпен қатты мүсіркегені есте. Одан кейінгі суреттің реті сол баяғы 30 жыл бұрынғыдай қас қалпында бүге-шігесіне дейін көз алдына келді. Анасы екеуі әкенің өлі денесін екі жақтап көтеріп сенекке шығарды. Шешесі сол бір тас қараңғы үрейлі түннің түксиген қабағынан қаймық байдалаға шығып, маңайды шолып кері оралғанша біршама уақыт өтті. Ағнияз шешесі келгенше өлі денеден өлерде қорқап, жүрегі атқақтап соғып, далаға атып шыға жаздап әзер тұрды. Шешесі сенекке қи шығаратын қол арбаны жетелей кірді. Бетінің қанын жуып, шашын жиып үлгеріпті. Қой күзетіндегі қос төбет иттерін де байлап тастапты. Қорықпа, балам, деді анасы. Ұлына жігер бере сөйлеп. Таң атқанша жерлеп үлгермесек, жағдайымыз қиын болады. Осы сәтте Ағнияз өз бойындағы қорқыныш пен аяныш астасқан сезімнен бірте-бірте арылып, енді санасында өлі денеден ертерек құтылмаса болмайды деген сақтық, қорғаныс инстинкті басым түсе бастағанын сезді. Жанталаса қимылдап, әке мәйіті тиелген ауыр қол арбаны қыстаудың қыр жағындағы ойпаңға жеткізгенше ет пісірім мезгіл өтті. Түн тыныштығын бұзған екі жан қолдарына үшкір күрек алып іске кірісті. Анасының бейне бір осы жағдаятқа бұрыннан даярланған жандай бәрін рет-ретімен жасап жатқаны таң қалдырды. Бұны сол сәтте аңғарардай балада қайдан шама шарық болсын. Ағнияз осы мезеттерде кейін ес біліп, етек жинаған кезінде ауық-ауық есіне түскен шақтарда санасынан қайтадан өткізер еді. Сонда сол бір алмағайып сәттегі анасының асқан салқын қандығын ойлап таң қалар еді. Әкесінің мәңгілік мекені қазылып болып, мәйітті шұңқырға түсірер мезетте Ағнияздың бойын қатты үрей меңдей бастады. Бойындағы дірілін баса алмай, аяздан тоңғандай тісі-тісіне тимей сақылдап қалшылдады. Бетін ащы жас жуды. Мүнира баласының мына бір мүтәтайын күйін көріп, түсінсе де сын сәтте босаңсуға болмайтынын жан тәнімен түйсінгендіктен де айқайға жуық дауыспен «Тый жасыңды» деп жекірді. Ағнияз дауысы ар жақтан шыққандай болып, мүмкін әлі тірі шығар деп кемсеңдеді. Тірі адамның тамыры аз да болсын соғып жатады. Денесі де суымайды, деді шешесі, самайынан аққан тер суша сорғалап тұрып. Ең ауыры мәйітті көрге түсіру болды. Қиын сәтте адамға қиуадан қайрат қосылады деген рас болды. Әншейінде әлсіздеу көрінетін анасына еркектің күші біткендей. Мүнира төменге өзі түсіп, баласының көмегімен мәйітті ыңғайлап жатқызып, ытқып сыртқа шықты. Жансақтың денесін көміп, беткі топырағын тегістеп бола бергенде, күздің боз таңы сыздақтай ата бастап еді. Аналы балалы екеуі қол арбаның ізін тегістеп,
Төмпешіксіз жаңа беттің үстіне жабайы сіпсенің дәнін үгіп із жасырды. Екеуі кері оралған соң шешесі үй ішін жуып шаюға кірісті. Бір заматта барып, белін жазып, деп демін ала бере, қорқынышы сейілмей тұрған ұлын жанына шақырып алып, басын кеудесіне қойып, қатты қысып құшақтады. Сосын орындыққа отырғызып, өзі қарама-қарсы жайғасты да, Ақнияздың екі иығынан қапсыра ұстап, көзін көзіне қадап тұрып, балам деді барынша, анық-қанық, жігерлі сөйлеуге тырысып. Сен барлығын ұмытуға тиіссің, бәрін қорқынышты түс деп ойла. Менің күнәм болмаса да, өзімді Алла алдында, адамдар алдында күнәлімін деп санаймын. Егер бұл сұмдықты есіңнен мәңгі шығарып тастай алмасаң, екеуміздің де өмірімізге балта шапқаның. Мұны қайтып еске алмайтын болсаң, онда өміріміздің жаңа белесі басталады. Әкеңнің соңынан жаман сөз айтпай-ақ қояйын. Бірақ тағы екеумізде көресіні әбден көрдік емес пе? Тағы да айтайын, бұл жерде менің күнәм жоқ, қасақана жасамадым. Менің күнәм әкеңнің өлімін елден жасырғаным. Осылай болғаны дұрыс деп ұйғардым. Алла өзі кешірсін деді де, ұлын мейірлене құшты. Шешесінің құшағына босай берген Ақнияз кібіртіктеп барып, тәте, сұраған кісілерге не дейміз деді күмілжіп. Сен ештеңе білмейсің балам, ешкімге ешқашан бір ауыз сөз айтушы болма деді, тағы да шегелеп. Ақнияз көп ұзамай ұйқыға жатқанымен қалғып бара жатып қайта-қайта шошына ояна берді. Әбден қалжырап барып көзі ілінді. Оянса түс болып қалыпты. Күн демалыс екені есіне түсті. Алдыңғы бөлмеге шықса, үй іші мұнтаздай тап-таза жарқырап тұр. Түнгі алапат үрейлі уақиға ойына оралып, басы айналғандай болып қатты лоқсыды. Дала жым-жырт. Шешесі мал өргізіп кеткен сияқты. Тәбеті ештеңеге соқпай есік алдында сенделіп жүрді де қойды. Әкесінің мәйіті жасырылған жаққа үрке қарап қояды. Абырой болғанда бір-екі күн бұлар жаққа ешкім ат ізін сала қоймады. Тағы бірер күн өткен соң анасы орталыққа барып, жоғалған күйеуіне іздеу салды. Ел бір дүрлігіп барып басылды. Жанұзақ марқұм іссіз жоғалғандар санатында ішкі істер бөлімінің тергеуіне жазылды. Араға бір жыл салып барып, Мүнира жалғыз ұлын алып, елмен қоштасып, төркін жұртына көшіп кетті. Үнсіздікті дамыл бұзды. Жарықтық әкеңнің бейнесі есімде. Көңіліңе келмесін, ішімдікке салынып, күнде жанжал шығарып, шырықтарыңды талай бұзды ғой. Мына жәйтті ести сала, күдігім оянды. Ел арасында дабыра болып кетпеу үшін барынша әңгіменің алдын алдым. Кемі 100 жыл бұрын жерленген мүрде екен деп сыбыс тараттым. Менікі кәсіби ауру ғой. Күдігім әбден сейілмей, тағат таба алмаймын. Сені де іздегенім сол. Есесіне 30 жылдан соң өзіңмен жолықтым. Өміріңнің жақсы жолда екенін көріп, көңілім орнына түсті. Анаңның қазасын естімеппін. Иман байлығын берсін марқұмның. Ақнияз сыныптас досының бірдеммен айтылған осы монологын селт етпей тыңдап, үстінен соншама жылдар бойы зілтемірдей басып келген ауыр жүктен енді толық босанғандай терең тыныстады. Таңғы елес енді қайтып мазаламасына сенді. Авторы Сайлау Төлеуов.